айтты маған ақылдар, көрінбейсің ісіңде. Мен Айжамал инклюзияны қолдау кабинетінің мұғалімі. Осы кабинет ашылғалы бізде 9 тәрбиеленуші тәрбие алып, 4 балабақша түлегі атанды. Осы кабинетке келгенде бірінші балалардың қиыншылығы ол осы балабақшаның күн тәртібіне балалардың үйреніп кетуі. Себебі балалармен ұжымдық жұмыс жасау, балалардан қатарынан қалмай бір партада ұзақ уақыт бойы отырып, ұжымдық жұмыс жасау балаларға қиындық тудырды. Қазірде балалармен үздіксіз жеке бағдарламамен және де күнделікті үздіксіз жұмыс жасалудың арқасында балаларымыз үлкен жетістікке жетіп отыр. Қазіргі таңда балаларымыз барлық балалармен бірге ән айтып, би билеп, тіпті тақпақтар жаттап айтып жүрген балаларымыз бар. Және де айта кететін жайт, бұл қазіргі таңда балабақшаларда осындай кабинеттердің ашылуы өте маңызды. Өйткені балалар менен ерте жастан бастап жұмыс жасау өте зор көмегін тигізеді. Әрі қарай мектепке барғанда мұғалімдер мен ата-аналарға да зор үлкен көмек. Және осындай мүмкіндік беріп отырған болашақ корпоративтік қорына үлкен алғысымды айтқым келеді. Суретшінің өмірі, енді ән шырқап жүрмін, бар доспен әлемге, бірақ менде. Здравствуйте, меня зовут Самат, я папа Нурсултана. Я не знаю, так, наверное, улыбнулась удача или Всевышний помог, но мы попали в эту инклюзионную группу, благодаря которой Нурсултан раскрылся. У нашего сына, вернее, не было зрительного восприятия, контакта, не было коммуникации с детьми. На протяжении 3 лет с ним ежедневно проводилась работа, большой титанический труд. Сегодня мы прощаемся с любимым детским садом. Мы выросли, идти нам что надо. Меня зовут Кымбат, я мама Искандера, особенного ребенка. Год назад я думала, что работа тьютера – это встретить ребенка, раздеть его, переодеть, покормить, чтобы просто с ним сидеть, чтобы он не мешал окружающим детям. Вы знаете, я очень-очень глубоко ошибалась. Мой ребенок благодаря занятиям ИБИ-терапии за год научился почти 100% понимать речь. От чистого сердца благодарю, потому что за ваш огромный труд, за вашу работу, то, что вы делаете для таких детей. Шабытымды ашатын арман бар, мұратыма жетелеп, аспандағы жұлдыздай, саны берсең өте көп, саны берсең өте көп.